Сәлем достар, сіздермен бірге мастер Сымбат. Бүгін мен өте жеңіл әрі дәмді дайындалатын шақпалаудың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жуамызды майдалап турап аламыз. Ары қарай сәбізімізді қызып тұрған қазанымызға кішкене сұйық май құйып, етімізді салып, жақсылап араластырамыз. Ары қарай етіміздің үстіне туралған жуамызды салып, жақсылап қуырамыз. Оның үстіне туралған сәбізімізді салып, ыстық су құямыз. 5-10 минуттай су тартылғанша бұқтырамыз. Ары қарай жақсылап араластырып, тағы да су құямыз да үстіне жуылған күрішімізді кішірек қазанды алып, астын сұйық маймен майлап, үстіне лаваш саламыз. Одан кейін жаңағы піскен палауымызды саламыз. Үстін видеода көрсетілгендей ораймыз. Үстін осылай жауып, қызып тұрған духовкада 20 минуттай пісіреміз. Енді ыдысымызға салып, жақсылап тұрып кесеміз. Міне осы